Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты көруден алдын мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңырау түймесін басып қойыңыздар, келесі сабақтарды жіберіп алмау үшін. Бүгінгі сабағымыз 131-ші сабақ. Нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Туған өлке. Сонау оңтүстіктен ұшып шыққан қараторғай ағаш басына орнатылған үйшігіне биыл да шаршап шалдығып әрең жетті. Оның бұл үйшікті меншіктеніп балапандарын ұшыра бастағанына да 5 жыл өтті. Күн суыта оңтүстікке ұшып кетіп, әр көктем сайын қайтып оралу қашанға әдетіне айналған. Жылы жақтан туған өлкеге жету үшін асқар таулар мен шалқар көлдерді, аңзақ аптап шөлдерді ұшып өту қиынның қиыны. Көңілін қуанышқа кернеп отырған оның қасына қарға ұшып келіп сәлемдесті де, азып тозып қайта оралғанша мәңгі жаз өлкесінде неге қалып қоймайсың? Саған таң қаламын, тіпті жаным ашиды деп қамқорсып. Туған жерге деген сағыныш жүрегімді кернегенде, қанатыма қуат, жанарыма шуақ толып кетеді. Отан, оттан да ыстық деген емес пе? Деп дүр сілкінген қараторғай шаттанып сайрай жөнелді. Мәтін не туралы? Тақырыпты анықта. Мәтін қараторғай мен қарға туралы, туған жерге деген сағыныш туралы, қараторғайдың үйшігі туралы деген үш не берілген екен тақырып. Біз соның туған жерге деген сағыныш туралы деп алуымыз керек, балалар, тақырыпқа сай. Қараторғайдың туған жеріне деген сағынышы. Келесі тапсырмамыз төмендегі қай пікір ақиқат, қай пікір жалған дейді. Осы мәтіндегі бірінші, солтүстіктен ұшып шыққан қараторғай үйшігіне әрең жетті дейді. Жоқ, бұл қате пікір, солтүстіктен емес, оңтүстіктен ұшып шыққан болып жазылады. Екіншісі, әр көктем сайын қайтып оралу қараторғайдың әдетіне айналмаған. Бұл дұрыс емес, бұл жалған. Әр көктем сайын қайтып оралу қараторғайдың әдетіне айналған. Ол әрдайым солай істейді. Үшіншісі, оның қасына қарға ұшып келіп сәлемдесті. Бұл дұрыс, ақиқат. Төртіншісі, қараторғай туған жерге деген сағынышын жеткізді. Бұл да дұрыс, бұл ақиқат деп жазамыз, балалар. Келесі тапсырмамыз мәтіннен негізгі ойды білдіретін бөлікті тауып жаз. Мақалды сөз таптарына қарай талда дейді. Екінші тапсырмада оқы, әр қатардағы сөздердің сөйлем құра дейді. Алдымен тұрлаулы мүшелердің, сонан соң олардың анықтап толықтырып тұратын тұрлаусыз мүшелердің сөзін таңда дейді. Біріншісі, орманға көктем біз бардық деген сөзді біз көктемде орманға бардық деп торлап жазсақ болады сөйлемдерді. Келесі, екіншісі, көтерілді күн деген сөзді күн көтерілді. Үшіншісі, соқты самал жел деген сөзді самал жел соқты. Мына жерде қате болып қалыпты. Соқты болады. Ағаштар ән салып тұр. Төртіншісі. Ал бесіншісі, бұл әнді естіп батыл ер тату дос болғым келеді деген сөйлем шығады. Құраған сөйлемдердің жаз. Бұларды қандай тақырыпқа біріктіруге болады? Осы тақырыпты бір сөйлеммен толықтыр дейді. Орманның табиғаты маған қатты ұнады. Бұл тақырыпты біз орманның табиғаты деп алсақ болады. Бірінші, сөйлемдегі тұрлаулы мүшелердің астынсыз. Осы сөйлемде тұрлаусыз мүшелер қандай рөл атқаратынын айт дейді. Бірінші сөйлемде тұрлаулы мүшелер бұлар біз, бастауыш, бардық, баяндауыш болады. Енді көктемде орманда деген сөз бұл анықтауыш, пысықтауыш болып табылады. Анықтап тұр. Қай жерге деген. Енді бірінші сөйлемдегі тұрлаулы мүшелердің астынсыз, ол сөйлемде тұрлаусыз мүшелер қандай рөл атқаратынын айт дейді. Мәтіннің түріне жатады. Мәтіннің түріне ажырат дейді. Бұл мәтіннің түрі әңгімелеу мәтіні. Жоқ, орманның табиғаты болғандықтан бұл сипаттау мәтіні болады, балалар. Мына жерде қате кетті. Біз оны сипаттау десек болады. Сипаттау мәтін деп жазамыз, Келесі жаттығуымыз
Үшінші жаттығу диалогтарды оқы, неліктен күлгеніңді айт дейді. Біріншісі Аян, сен әліпбиді жатқа білесің бе? Иә. Адан кейін қай әріп тұрады? Барлығы депті. Бұл да күлкілі. Екіншісі әже, зообаққа барайықшы. Қай аңды көргің келеді күнім? Динозаврды дейді. Динозаврда зообақта динозаврды болмайды балалар. Динозаврлар баяғы заманда өмір сүріп кеткен жануарлар. Қай диалог қызықты болды? Бізге екінші диалог қызықты болды балалар. Динозавр туралы. Неліктен дейді? Ойыңмен бөліс, қай сурет қай диалогқа қатысты екенін анықта дейді. Бірінші сурет екінші диалогқа қатысты, динозавр туралы. Ал әліпби бірінші диалогқа қатысты. Өзің ұнаған диалогты көшіріп жаз, қаратпа сөзінің астын сыз дейді. Сіздер енді өздеріңіз ұнаған екінші әже зообаққа барайықшы деген осы диалогты көшіріп аласыздар дәптерлеріңізге. Қаратпа сөзінің астын сыз дейді. Бұл жерде қаратпа сөз күнім, барайықшы деген сөздер, қаратпа сөздер, динозаврды деген сөздердің астын сызып қоясыздар балалар. Енді динозавр сөзі туралы айтып кетейін, мағынасының сөздік арқылы анықта депті. Динозавр сөзі грек тілінен алынған, қорқынышты кесіртке деген мағына береді. Ғалымдар оны кесірткенің бір түріне жатқызған. Сондықтан оны қорқынышты кесіртке деп атайды екен. Бұрынғы заманда өмір сүріп кеткен, жойылып кеткен жануар, динозавр. Өте жыртқыш болған, аң болған ол. Қазір ол зообақтарда жоқ ондай жануар. Бүкіл әлемде жоқ десек те болады. Келесі төртінші жаттығуымыз қай сөздердің мағынасы дұрыс анықталмағанын тап және дәлелде дейді. Сөз заттың, сапаның, қимылдың атауы. Дұрыс. Мәтін сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігі. Жоқ, бұл дұрыс емес. Мәтін мағыналық жағынан өзара байланысты сөйлемдер тобы. Ал түбір сөз сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналық бөлігі. Мына жерде орындар ауысқан. Мәтін деген сөздің одан әрі бөлінбейтін мағынасы түбірде болу керек. Түбірде мағыналық жағына өзара байланысты сөйлемдер, мәтінде болу керек. Стрелкамен көрсетіп қоймалар орын ауысқан. Осылай жазып аласыздар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар. Каналымда қызықты сабақтарды жіберіп алмау үшін қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.